Атырау қаласы Қазақстан. Ханымдар мен мырзалар, қарсы салыңыздар. Ануарбек мотиватор Бекембетов. Ақтау қаласы Қазақстан. Шыңғыс Шах Қазақ Қайраны. Болды. Жекте ойлайым. Тік тұрып төлесетін жауын. Сап көрді. Сен тұр мен атайын деген балар ғой. Мотиватордан осы өткендігіне аяқ қамтыл. Күресу керек деп. Дегенмен де. Қазаққа күресу керек. Ой, тамаша. Өте жақсы. Физикалық формада жүрген жауынгер өткені. Айде өзде тұрды. Енді. Мотиватордың мотиватор боксер болғанмен жеңіл қимылдап, өзіне қарай тартып, андай аралас жекпе-жекте бел буды, бірақ өзіне ыңғайлы позиция. шынтақпен ауыр соққы өтті. Раунд соңында қайсы? Шыңғысқа күрес керек. Күресудің әдісін іздейді. Енді мүмкіндік болар екен Шыңғыс үшін. Инноватор өз ішіне Ануарбекті шаршатып, біраз жағдайын қиындатып. Одан бөлек ой, тамаша. Тұр ғой, бірақ жақсы ауыр соқ, әдемі хаммер фист. Негізі мен жармайдай толық кемпті өткізу үшін бір уақыт берілсе. Жекпе-жек 3 раундқа дейін ұласады. Біреу ең қиын ол төреш. Табысты болайын. Мотиватордан өте қауіпті болды. Мотиватор ой бастап, емін-еркін қимылдау. Раундта әсіресе. Мінезі болғанмен жаңағы физикалық жоғары қарқынды жекпе-жек көрсетіп. Өте шымыр. Әрине сағыныш бар. Бауырларымыз жақын достарым Фанин Рафиковтың екеуін жекпе-жегін айтты. Жоқ, бұл бала тәуіп. Әзіліңіз өзіңіздің басыңызға келіп отыр. Секундтарда мотиватор белсенділігі күрт артты. Жауапсыз. Дартта үлгерді. Секундтарда ауыр соққыға тап келмеуді біледі және. Төрешілердің жекелеген шешімімен жеңіске жеткен алаңның көк бұрышы Ануарбек мотиватор Бекембетов.